Саламатсыздар ма? Бүгін біз балықтың фаршынан котлет жасаймыз. Өте жұмсақ, дәмді әрі сочный болып шығады. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге алдымен фарш керек. Сосын оған блендерден өткізілген пияз саламыз. Сосын сүтте жұмсартылған нанды саламыз. Бұрышын саламыз. Жақсылап тұзын саламыз. Сосын жұмыртқасын саламыз. Сосын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді котлеттарды өзіміздің қолымызбен жақсы етіп формасын келтіріп жасаймыз. Мен онымен жасадым. Қызартып, майда қорып аламыз. Мұнда мен пергамент қағазын салып қойған себебім майды шашырамас үшін. Астарыңыз дәмді болсын, пісіріп көріңіздер. Описаниеда керек заттардың мөлшерін қалдырамын.